Байлыққа жеткен арман. Түн, жер үй, су қабырға, жел көлдейді. Жас жігіт отыр. Аты Арман. Қалтасында соңғы тиын. Жүрегінде соңғы үміт. Әкесі өмір бойы жалшы болды. Анасы түнде жылап ұйықтайтын. Кедейлік олардың үйіндегі. Үнсіз қонақ еді. Бірақ сол түні Арман кедей болып ұйықтамауға ант берді. Мен осы тағдырды тоқтатамын. Мен бұл үйдің тарихын өзгертемін. Мен бай боламын. Ол байлықты ақша үшін емес, анасының көз жасын құрғату үшін қалады. Ертеңде ол қалаға кетті. Қала су, қала қатал, қала ешкімді аямайды. Оны да аямады. Жұмыс таппады. Талай рет жоқ естіді. Талай рет мазақ болды. Сенен ештеңе шықпайды. Бірақ бір нәрсе бар еді. Ол берілмеді. Түнде күзетші болды. Күндіз құрылысқа барды. Таңда кітап оқыды. Ұйқы азайды. Арман ұлғайды. Адамдар демалғанда ол дамыды. Адамдар шағымданғанда ол жоспар құрды. Бір күні оның кішкентай бизнесі басталды. Басында табыс аз. Қарыз көп. Қорқыныш одан да көп. Бірақ ол өзіне айтты. Қорықсаң кедей боласың. Тәуекел етсең өсесің. Ол тәуекел етті. Жылдар өтті. Кеше ғана жалдамалы жұмысшы болған жігіт бүгін өз компаниясын ашты. Кеше ғана автобуспен жүрген жігіт бүгін ата-анасына көлік сыйлады. Кеше ғана жалғыз армандаған жігіт бүгін 100 адамға жұмыс берді. Бір күні ол баяғы жер үйге барды. Қабырға сол күйі. Бірақ үйдің іші өзгерген. Анасы жылады. Бірақ бұл жолы қуаныштан. Арман сол түні аспанға қарап. Рахмет кедейлік. Сен мені сындырмадың. Сен мені шыңдадың. Байлық деген не? Бұл тек ақша емес. Бұл сенің қорқынышыңды жеңуің. Сенің жалқаулығыңды жеңуің. Сенің өткеніңді жеңуің. Байлық батылдардың мекені. Егер сен қазір қараңғы бөлмеде отырсаң, егер сенің қалтаң бос болса, егер бәрі сенен күмәнданса, есіңде болсын, ең бай адамдар бір кездері ең кедей армандардан басталған. Сен де ант бер. Мен тоқтамаймын. Мен өсемін. Мен бай боламын. Бір күні сенің де түнгі шамың күнге айналады.